географиялық зоналарына бөлінеді. Осы зона бар жоғы, егер туристер келетін болса, бүкіл дүние жүзіндегі зонаның, географиялық зонаны бар жоғы 3-4 сағаттың ішінде аралап қайтуға мүмкіншілік болады. Осы зоналар, географиялық зона, бөлінген зона, біздің ұлттық паркіне жатады. Және де бар жоғы 70-80 километрдің арасында бүкіл географиялық зона осы біздің паркте болады. Ұлттық бақтың басқару орталығы Ұйғыр ауданындағы Шонжа ауылында орналасқан. Бақ құрылғанға дейін бос тұрған 2 қабатты ғимаратты қызметкерлер күрделі жөндеуден өткізіп қоныстанған. Мұнда 46 қызметкер жұмыс атқарады. Оның 19-ы күзет бөлімінде. Сәуірдің 15-нен басталатын өрт қаупі маусымы қазан айының соңына дейін созылады. Алдын ала ақпан айының 15-нен бастап инспекторларға өрт қаупі туындайтын маусымға байланысты 20 сағаттық бағдарлама өтіледі. Оның 10 сағаты өртке қарсы шаралар жайлы болса, 10 сағаты орман заң бұзушылығына байланысты. Бәріміз жақсы білеміз, орман шаруашылығы үшін ең қауіптісі өрт. Өртке қауіпті мол маусымға жақсы дайындалу үшін біз сіздермен сабақ өткізуіміз керек. Ол сабақтардың тақырыптары: алғашқы өрт сөндіру құралдары, өрт түрлері, өрт сөндіру әдістері. Өтілген сабақтың жазбаша нұсқасы инспекторлардың қолына таратылып беріліп, олардан тест жүйесі арқылы емтихан алынады. Бұл инспекторлардың білімділігі мен біліктілігін арттыру жолында іске асырылып жатқан шара. Ерекше қорғалатын аумақта 9 айналым бар. Бақ жұмысымен танысуды бірінші айналымнан бастағанды жөн санадық. Жол жөнекей күзет қызметінде жүрген осы аймақтың инспекторы Тәліп Сабырбековті жолықтырдық. Шағын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің мемлекеттік инспекторы Сабырбек баяндаймын. Маған бекітілген айналымда өрт жағдайы орман зиянкестермен алынған ошағы жоқ. Кездескеніңіз жақсы болды. Қазақстан телеарнасынан бізге тілшілер келіп тұр. Біз осы сіздің айналымды көрсетеміз деп жүріп бара жатқан. Шарын ұлттық бағының аумағына 1964 жылдан бері мемлекет қарамағына алынған Ерен тоғайы кіреді. Шарын өзенінің жағалауындағы орманды алқаптың көлемі 50.014 гектар. Алқап өзен жағалауынан бастап бірінші, екінші, үшінші саты деп бөлінеді. Баспалдақтанып кете беретін жер бедерінің алғашқы сатысын Ерен тоғайы құрайды. Ерен ұзақ жасайтын ағаштардың бірі. Орманды алқапта өсіп тұрған мына ерен ағашының өмір сүргеніне 250-300 жылдай болды деген болжамдар бар. Шежіре ағаштың жуандығын өлшеу үшін 7 адамның құлашы әзер жетеді екен. Халық арасында мұны ақсақал ағаш деп атайды. Халық айтса, қалып айтпайды. Орман ішінде ерекше көзге шалынатын 3 түп кәрі ағашты қазақтың 3 биі десе де болады. Орманды аралап жүріп, ерен ағашының табиғи жолмен өсіп көбейіп жатқанын байқадық. Кейбір жерлерде ылғал сүйгіш ерен басқа да ағаштармен, шөл өсімдігі сексеуілмен аралас өскенін де көрдік. Бірінші сатыда осындай табиғи жолмен өсіп өну іске асып жатса, екінші сатыда бұрыннан өсіп тұрған ағаштарға қамқорлық жасалынады. 80-ші жылдардың аяғында мұнда орман шаруашылығы қызметкерлерінің күшімен терек, жиде, торанға ағаштары отырғызылған екен. Қазір сол ағаштар көктемнен бастап күздің соңғы айына дейін суғарылып күтіледі. Әйтпесе қурап қалу қаупі бар. Ал үшінші сатыда ештеңе өспейді. Топырағы құрғақ, тасты болып келеді. Енді қыстың күні сағат 9-да шығамыз. Жаздың күні одан ерте шығып кетеміз. Одан кешке тағы бір шығып келеміз. Мүмкіншілікке байланысты енді 10 шақырым мен былай айналымды аяғына шейін 10 шақырым төмен жүрем, 10 шақырым қайтып шығам. Әсіресе жаз, күз айы, шөп кебеді, жапырақ түседі деген мезгіл болады. Сол кездерде енді орманның ішінде әр нәрседен от кетуі мүмкін. Бөтілкенің сынығы қалып қалса да, енді сондайларды сақ боламыз. Кәрі және жас ағаштар аралас өскен орманды түрлі аң-құстар мекендейді. Автокөліктің дыбысынан үркіп қашқан сұлу аң елік жолымызды кесіп өтті. Жыртқыш қабанды да осы тоғайда кездестірдік. Ұлттық бақта барлығы 7 кардон болса, оның 6-ы осы орманды алқапта орналасқан. Кардондардың барлығы дерлік 70-ші жылдары салынған. Олар өрт сөндіру құралдарымен жабдықталған.
Екінші айналымның инспекторы Арман Тоқтақұновтың кордонына бұрылып, инспектордың жұмысымен таныстық. Бұл біздің құстарды көріктірдер алаңымыз. Қырғауыл, кекіктерді жабайыңда біз артын тағылып, тайыншаш ай сайын контордан не алып тұрамыз. Дәнді нелерді. Қандай қырғауылдан басқа қандай құстар келеді? Кекіктер келеді. Сол. Дәннің қандай түрлерін шашасыздар? Жүгір, бидай, жүгір, спыртқан онды нелерін, ұрықтарын шашады. Бірінші айналымдағы 1,5 гектар тұқымбағы 2004 жылдан іске қосылған. Бұл жерге бозарша, емен, өрік ағаштарының тұқымы себіліп, терек ағашының көшеті отырғызылған. Бұл шаруашылыққа сәуір айынан бастап маусымдық жұмысшылар тартылады. Олар көшеттердің арам шөбін жұлу, суғару секілді жұмыстарға қолғабыс етеді. Келесі күні таң бозара бастағанда Бұғыты тауына сапарға шықтық. Ертелетіп жолға шығудағы көздегеніміз таң сәріде жайылып, көп көріне бермейтін аң қарақұйрықты бейнетаспаға түсіріп алу. Ауа райы бұзылып, күн тұманданып тұрды. Қорық қызметкерлерінің жол бастауымен аң кездеседі-ау деген жерлермен жүріп келеміз. Инспекторлардың әне, кетті деген нұсқауымен қарағанымызда 600-700 метрдей жерде тұяғы жерге тимей зулап бара жатқан қарақұйрықтарды көріп қалдық. Аңның соншалықты сақтығы мен жылдамдығы таң қалдырды. Тау қойнауына кіреберісте көлігіміздің дөңгелегі жарылып тоқтадық. Жүргізуші қосалқы дөңгелекті айырбастағанша жер атауының шығуы жайлы білмек болып, инспекторларды әңгімеге тарттық. Барайын деп тұрған жеріміз 18 шақырымдай болады. Не себепті Бұғыты бұл жер? Қалай аталған? Енді ол бұрыннан қалған, ата-бабамыздан қалған ат қой, бұрынғыдан қалған. Сол енді ол бұрынғы дәуір кезінде бұғылар болған болу керек, содан Бұғыты деп. Бұғылы десе түсінуге болады. Енді Бұғыты деген мен түркітілдес халықтардың бір сөзі ма деп. Бұғы тау деген бірдеңе әлгі болған болар. Бұрмаланып келген. Бұрмаланып келген кезде сол қысқаша айтылған сөз болу керек деп ойлаймын. Алатаудың бір бұтағы болып кетеді. Мына көкпектен бері қарай бөлініп кетеді, үлкен Бұғыты деп аталып кетеді. Мынаның күнбатыс жағында кіші Бұғыты деген тау бар тағы. Алатаудың сілемдерінің жалғасы болып саналатын Бұғыты тауы соншалықты биік болмаса да әдемі. Күнгей бетінде қар қалмай еріп кеткен жоталар алыстан мұнартып көрінеді. Жол жөнекей тау шыңынан тау текелер кездесті. Табиғаттың еркесі тау тағысын көріп көз қандырған соң Зұлпыхан бастауы деп аталатын бұлаққа бет алдық. Бір қараған адам мұнандай шөлейт аймақта тұщы су көзі кездеседі деп ойламауы мүмкін. Шарын ауылында тұрған Зұлпыхан есімді ақсақал осы бастауды тауып, келушілер саялайтын орын болсын деп мына ағаштарды отырғызыпты. Емдік шипасы бар деп саналатын бұлақтан қарақұйрықтар да су ішеді екен. Негіз мына жер қарақұйрықтың жүретін жерлері. Бұл жерде біз есеп жүргізген кездерде осы арада есеп жүргіземіз. Енді мына айналада енді жоғары жақта бір-екі бұлақ бар. Мына жерден Зұлпыхан деген бұлақ мынау. Зұлпыхан атаған бұлағы. Осы жерден қарақұйрық келіп суда ішеді. Бүгін кішкене мына ауа райының өзі несі дұрыс болмай жатыр ғой. Көрінбейді алыс жер. Бағана ғой жақын жер 500 метр жерден жақсы көре алмадық. Енді жазда күн ыстық кезде ашық көрінеді. Алыстан қарауға. Алыстан бинокльдан қараймыз, ана вышкалар бар. Есепті негізі күн ашық кезде жүргіземіз ғой енді. Бұғытыда ежелгі дәуір жазбалары тастағы таңбаларда кездеседі. Таудың батыс беткейіндегі жалпақ тастардан көмескіленіп бара жатқан суреттерді көруге болады. Осы Бұғыты тауында осы бірақ жерде ма бұндай? Жоқ, бұндай қолтаңбалар Бұғыты тауында кездеседі, тағы да басқа жерлерде. Бар. Оны мен көрсете аламын, бірақ оны өте биік жерде. Мұнан соң орталықтан 50 шақырымдай қашықта тұрған Бұғыты кордонына келдік. Тау бөктеріндегі бұл аумақты 3 инспектор кезекпен қадағалайды. Ғалым Төреқанов, Радик Тоқтықлиев, Мейіржан Тұрлыбековтер 4 күннен ауысып кезекшілік атқарады. 8-17 тыңдап тұр. 17 қалай тыныш па бәрі? Бізде бәрі дұрыс. Көктем уақытысында мына төлдейді аңдар, құстар келеді, күн жылынады. Сол төлдеген уақыттарында біраз көп қараймыз. Сонымен жаңағы қыстың күндері қар түседі. Сол уақыттарда жаңағы жыртқыш аңдар бар, тиісетін енді.
Соларға қараймыз. Сонан кейін основном жаңағы қарайтынымыз браконьерлермен күресу болады. Сол браконьерлерді кіргізбеуге тырысамыз. Қару-жарақтарымыз бар, радио байланысы арқылы, рация арқылы хабарласамыз. Алматы бағытындағы үлкен жолдың бойына таяу орналасқан бұл аймақтағы инспекторлардың жұмысы айрықша жауапкершілікті талап етеді. Шарын ұлттық бағы саяхатшылардың келуі жағынан елімізде алдыңғы орында тұрған аймақтардың бірі. Саяхатшылар ерен тоғайын тамашалау барысында тоғай ішіндегі мынадай үйлерге қоныстан алады. 1976 жылы ағаштан тұрғызылған бұл үйлер демалушылар үшін тамаша орын. 3-4 орындық жайлы жарық бөлмелер туристерге арнап жабдықталған. Мұнда көктем мен жаз маусымында ғылыми жұмыспен айналысатын мамандар да тоқтайды. Алыс жақын елдердің туристерінің назарын аударып отырған тағы бір орын Шарын шатқалы. Ерекше қорғалатын аймақта тұрған бұл жерге таяу бақылау бекеті қойылған. Екі инспектор аймақтың тыныштығы мен тазалығына, келетін саяхатшылардың амандығына жауап береді. Бекеттен өтерде міндетті түрде жеке құжатыңыз тексеріліп, туристер үшін белгіленген мөлшер бойынша төлемақы алынады. Сонымен қатар, аймақта жүру тәртібі таныстырылып, техникалық қауіпсіздік ережесіне қол қоясыз. Содан соң барып, инспекторлардың бастауымен ғана шатқалға түсесіз. Шарын шатқалын үстіңгі жақтан тамашалайтын арнайы орындар бар. Қойнауға түсу үшін жаяу жүргіншілерге соқпақтар салынған. Ертеде осы шатқал шайтан қала деп аталған деген бір деректер бар екен. Шатқалға түскенде жан-жағыңыздағы түрлі сұлбадағы тастарға қарап, бейне бір басқа әлемге келгендей боласыз. Айлы түнде төбеден төнген әртүрлі сұлбалардың көлеңкесінен ата-бабаларымыз бұл жерді солай атаған болар деп ойлайсыз. Аң, құстар, жануарлардың бейнесі секілді тастар ондаған миллион жылдар бұрынғы су бұзып кеткеннен пайда болған. Бұл аймаққа жер бедерінің қатты тілімденуі тән. Иректелген, қиылысқан, одан қайта айырылған көптеген тік жарлар мен жыралар ретсіз қалың тор түзеді. Оны бедленд деп атайды. Ғылыми әдебиеттерімізге енген бұл термин ағылшын тілінен тікелей аударғанда жеміссіз жер, яғни өңдеуге жарамсыз дегенді білдіреді. Бір кездері шатқалдың ортасына тас құлап, жолды жауып қалыпты. Шағын автокөлік әзер өтетіндей болып, тас қашалып, қақпа секілді жол ашылған. Махаббат қақпасының жанында келіп тұрмыз. Бұл жерде енді бірнеше жыл болды осы тастар құлап, осындай қақпа пайда болып қалған. Бұл енді түсе берістен екінші шақырым жол жауылып қалған. Сонымен мұнан кейін көліктер өту үшін әделеп не жасалып қалған. Астында өзенге дейін түсетін жолдарға. Байқап отырған шығарсыздар, әрбір тастың өзіне тән бір атауы бар, әрбір табиғаттың суреттеп қойған несі. Махаббат қақпасы деп аталу себебі бұл жерге демек жастар келеді ғой да? Иә, жастар келіп осыны сол Махаббат қақпасы деп аталып кеткен. 5 шақырымдай болатын шатқал Шарын өзеніне барып тіреледі. Қойнауда келе жатқанда тастардың үгіліп құлап қалмай тұрғаны таңдандырады. 2006 жылы осында зерттеу жұмыстарын жүргізген геология институтының зерттеушілері бұл тастардың құрамында мергел деп аталатын минералды тас түрі бар деп тапқан. Сол себепті де тау жынысы құламай тұрған көрінеді. Қызғылт түсті тау жынысының түзілгеніне 250 миллиондай жыл болса, мына қара түсті тау жынысына 300 миллион жылдай болған деген болжамдар бар. Осындай көркемдікті тамашалауға көктем мен жаз, күз айларында келушілер де жетерлік. Алматы қаласы жақын, көбінесе Алматы қаласынан келеді. Оқушылар, мына ұйымдастырылған туристер жылының басынан біз сол турфирмалармен, туристік фирмалармен келісім шарт жасасып, солармен бірге жұмыс істейміз. Келген туристердің 20-25% шетелден келеді. Бірінші қойылатын талап мынау табиғи кешендерді бүлдірмеу, оларын сақтау, ағаштарды жоймау, тек қана арнайы орындарға от жағу, арнайы орындарда дем алу, тағы одан басқа тағы көптеген шарттар қойылады. Шатқалдың аяқталған жерінде демалушыларға барлық жағдай жасалған. Көлеңкелейтін мынандай орындармен қатар жазда ақшаңқан киіз үй тігіледі екен. Тамақ қалдықтар мен қоқыстар салынатын арнайы жәшіктер бар. Ал демалған соң өздерінен кейін табиғаттың таза күйінде қалуы әркімнің санасына сын.
саятчылық өнерді серік еткен Исабековтердің отбасын елімізде ғана емес, шетелдік өнерсүйер көрермендер жақсы біледі. Тазы жүгіртіп құс салған Бекмұхан Исабеков өткен жылы Ұлыбритания еліндегі саяхатшылардың байқауына арнайы шақырылып, бірінші орынды жеңіп алған. 33 мемлекеттің саятшылары қатысқан халықаралық жарыста қазақ азаматының өнері ағылшындармен байқауға қатысушыларды тәнті етіпті. Сол жаңа 8 күннің ішінде бүркітті өзімізге жаңа күнде ұстап жүрген бүркітіміз сияқты алып шығып, жаңағы тез адамға үйір болғанына тәнті болып кетті ол кісілер. Содан кейін 9-шы дәуірдегі, сақ дәуіріндегі ата-бабаларымыздың ұлттық киімін тіктіріп алып бардық. Бірден бір себеп сол ұлттық жаңағы киімімізде таң қалдырды. Шарын ұлттық бағында инспектор болып қызмет атқаратын Бекмұхан ағаның құсбегілік өнердегі ізбасары Қуаныш, Қаныш, Ермұхан, Өмірхан атты ұлдары. Түркістандағы Қазақ-Түрік университетін тамамдаған Қуаныштың таяуда Саятшылық атты кітабы жарық көрді. Қазақтың дәстүрлі аңшылығы жайлы тереңінен баяндалатын кітап орыс, ағылшын тілдеріне аударылу үстінде. Саятшылық қыр-сыры көп күрделі өнер. Құс баптаудың да өзіндік құпиялары бар дейді Бекмұхан аға. Бабы дұрыс болмаса ешқашанда аңға түспейді. Бұл да өте бапшыл құстар болады. Кейбір құстар бап таңдамайтын құс болады. Мысалы тойып жеп асады жаңағы еттерін. Бәрібір түсе беретін құстар болады. Кейбір пышақтың сабындай бүркіттер болады. Кішкене дұрыс болмаса айнып бармайтын құстар болады. Әр түрлі болады. Мінез болады. Есіне қарай, тәрбиеңе қарай. Қалай тәрбиелесең, солай тәрбиеленеді бұл бүркітте. Бала сияқты ғой. Дауылғаратты бүркіттің аңға қалай түсетініне куә болдық. Қармағына ілінген аңның кеудесінен жаны шыққанша ауыз салмайтын бүркіттің тектілігіне қайран қалуға болады. Қазақ пен қырғыздан өзге ешбір халықта кездеспейтін бұл дәстүрлі өнердің тарихы тым тереңде. Исабековтер отбасы секілді ұлттық салт дәстүрдің жанашырлары көбейсе, нұр үстіне нұр болар еді. Қазақстандағы табиғаты әсем көрікті жерлердің бірі ерекше қорғалатын аймақ Шарын мемлекеттік табиғи ұлттық бағы жайлы хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде амандықпен жүздескенше